Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай әдемі дәмді болып шығатын қайнатпалы қамырдан жасалынатын сан тортын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Мені қолдасаңыздар, мен қатты қуанышты боламын. Алдымен осылай суымызға тұзымызды саламыз, сары майымызды саламыз және плитаның астын ең қаттыға қосамыз. Осылай бұрқылдап қайнай бастаған кезде суымыз плитаның астын өшіресіздер. Егер сізде газ болса, астын жай қойып қойыңыз. Өшірмеңіз. Осылай ұнды салып бұрқылдап қайнағанда су тез араластырамыз ұн мен суымызды. Яғни қамыр болып бір-біріне жабыспайынша, бірікпейінше араластырасыздар. Бір бет қасықпен алған кезде полный комок болып, көрдіңіздер, осылай комок болып шыққанға дейін араластырасыздар. Міне біздің қамырымыз дайын. Бұл қамырды плитадан алып суытып қоямыз. Осындай суыған жылымық болу керек. Жылы қамырға жұмыртқаларымызды бөлек-бөлек бір-бірлеп салып араластырамыз. Әр жұмыртқаны салған сайын міндетті түрде бір текті массаға жеткенше қамырыңыз араластырасыз. Міне осылай әдемілеп араластырамыз. Бір текті массаға жеткеннен кейін екінші жұмыртқаны саласыздар. Оны тағы араластырасыздар. Осылай барлық жұмыртқаны аналогичный дейді ғой, дәл осындай қылып бір-бірден салып араластырып шығасыздар. Міне. Мұнда бізде үшінші жұмыртқа салынып жатыр. Барлығын осылай бөліп араластырамыз. Міне бізде барлық жұмыртқа салынған қамыр уже. Консистенциясы осындай болатын, қоймалжың. Бұл бізде уже дайын қамыр. Кондитерлік мешогымызға салып аламыз. Сыйғанынша, симаған кейіннен саласыздар. Осылай кондитерлік мешокқа салып аламыз әдемілеп. Және осындай ковригіңіз болса жақсы, болмаса пергамент қағаздың үстіне ештеңе жақпай-ақ 8 санын салатын боламыз. Егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз, алдымен сызып алыңыз. Міне бірінші ряд тестімізді салғаннан кейін екінші ряд тағы да мен жүргізіп шықтым. Сол кезде тесті әдем болып көтеріліп, тортыңыз да әдем болып шығады. Міндетті түрде мындай стыктарды, қосылған жерлерін қамырмен бетіп біріктіріп жеріңіздер, әйтпесе алған кезде, піскен кезде бөлініп қалуы мүмкін. Мына екінші кольцоны саламыз енді 8-дің. Ажыратпауға тырысыңыз және де коврикке қатты жабыстырып тастамауға тырысыңыздар. Осы тестімізді формасын келтіріп болғаннан кейін бөлме температурасында 20 минуттай қойып қойыңыздар. Сол кезде пеште піскен кезде өте әдемі болып, пышный болып көтеріледі торттарыңыз. Және қызып тұрған пешке 180 градусқа жарты сағатқа салып алыңыздар. Қып-қызыл болып піскен кезде сіздің тортыңыз дайын. Енді салқын кілегейге қант ұнтағын салып миксерлейміз. Кілегейіміз көпірши бастаған кезде оның үстіне сүзбелі ірімшігімізді саламыз. Сүзбелі ірімшікті міндетті түрде миксерімді қоспай араластырып алыңыздар, себебі кілегейіңізді жан-жаққа шашыратып жіберуі мүмкін. Осылай араластырып алғаннан кейін әрі қарай миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы 1-2 жылдамдықта болды менде, яғни ең төмен және орташа жылдамдық. Шамамен 4-5 минут уақыттарыңыз кетеді, толық крем дайын болғанша. Міне осындай крем дайын болғанша миксерлейсіздер. Кремдеріңіз міне тұрақты болып тұрады. Міне көріп тұрсыздар, бір алынған кезде түсіп қалмау керек. Енді кондитерский мешокқа саламыз кремімізді. Салып дайындап қоямыз. Дайын болған тестімізді алып, астындағы пергамент қағазына немесе ковригіңізден бөліп алыңыз. Сосын ортасын 2-ге бөлесіздер. Пышағыңызды өткір қылып алуға тырысыңыз. Себебі тесті өте жұмсақ, мыжып жіберуі мүмкін, өтпейтін пышақ болса. Сондықтан өткір пышақ алуға тырысыңыздар. Міне осылай 2-ге бөліп, ортасына дайындап қойған кілегейлі кремімізді жағып шығамыз. Міне мен секілді қылып істеуге тырысыңыздар. Сол кезде екінші
бетін, бетін жаққан кезде әдемі болып көрінеді сыртынан. Осылай зигзаг қылып, 2 қатар қылып жақып шығыңыздар кремдеріңізді. Міне полный кремімізді жағып болдық. Оның үстіне бөліп алған жартысын саламыз. Өте тез, оңай жасалынатын торт бұл. Және де бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Мен осылай кремімді жағып шықтым және үстіне дайын безені қойып шықтым. Өздеріңіз шоколадпен немесе жидектермен әртүрлі әсемдесеңіздер болады. Қалауларыңыз бойынша фантазияларыңызды қосып әсемдей бересіздер. Бұл өте дәмді, ауалы, әдемі торт болып шығады, ерекше болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Аз болсын, видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, алғысым шексіз. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.